Ассалаумағалейкум. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Мен іссапармен сыртта жүрмін. Дәл уағында жаңа жылмен сіздерді құттықтай алмасам, айыпқа бұйырмаңыздар. Сол үшін алдын ала құттықтап жатырмын. Дәл осы жаңа жылдың кезінде қазақ тілді әлеуметтік желіде біздің молдекеңдердің жаңа жылды тойлауға тыйым салу туралы пәтуалары қатты тарайды. Анығында біз оған келісе бермейміз. Егер біздің молдекемдер пәтуа бергіш болса, онда не бәленбай шейхтар жиналып отырған, дүниедегі діннің ортасы болып отырған, бүкіл мұсылман барып қажылық жасайтын, Мекке мен Мединені ұстап отырған Саудияда неғып шырша тігіліп, неге жаңа жыл тойланады? Дубайда неғып жаңа жыл тойланады? Дубайда неғып шырша тігіледі? Сондықтан бұл арада менің айтайын дегенім, біздің кейбір молдекеңдердің айтып отырған бұл заты ертерек кезде мынау діндердің ортасында үлкен қақтығыстар болды. Мысалы, христиандар 7-8 мәрте крест жорығы дейтін жорықты бастады. Сөйтіп, мұсылмандар мен христиандардың ортасында тарихта қырғын соғыстар болды. Ол соғыстардың бір бөлігіне біздің қазақтардың да қатысы болды. Бірақ қазіргі заман бөлектеу заман. Қазір жұрт дініне қарап емес, өздерінің ұстанған саясаттарына және геосаясаттағы орнына қарап бөлініп отыр. Сондықтан адамдардың ортасына діни өшпенділікті тудыратын осындай өткен заманның ұғымдарын алып келіп, бүгінгі осы заманда өмір сүретін осы замандық жас қауымның санасында тықпалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Және ғұламалардың бәрі білетін бір нәрсе бар, ол Құранның аяттарын тәпсірлеген кезде де сол аят қашан, қандай оқиғаға байланысты, қандай себеппен түсті, соған назар аудару керек деп айтатұғын. Яғни, Құранның өзі 20 бәлен жылда түскен делінсе, демек, оның әрбір түсу кезінде оқиғаларға, жағдайға байланысты дейді. Тіпті арақты тиған үкімнің өзі 2 рет түскендігін бәріміз білеміз. Бір рет түсет, артынан екінші рет толық басы бүтін араққа тиым салады. Енді хадистерде де сондай. Кейбір адамдар пайғамбардың жаңағы ісіменен тиымдарын немесе басқа да белгілемелерін сол хадистердің шын хадис, яғни сахих хадис пе, әлсіз хадис, дайып хадис пе қарамастан, тіпті кейбірі өтірік хадистер бар екендігі де, мысалы, дін ұстанған азаматтар біледі, тарихта өтірік хадис айтушылар да болған. Соған қарамастан, сол бір замандағы бір ерекше оқиғаларға байланысты түскен немесе айтылған заттарды, оны елден ерек бөлектеп, оны басқа бір жағдайға, басқа бір ситуацияға әкеп түсіндіргісі келеді. Менің айтайын дегенім, мен бұл сөзім арқылы дінді теріс деп жатқан емеспін, немесе жұрттың бәрін христиан бол деп үгіттеп жатқан жоқпын. Біздің қазіргі заманымыз, ұқсамаған діндегі адамдар бірімен бірге өмір сүретін заман. Ұқсамаған көзқарастағы адамдар бір елде, бір мекемеде өмір сүреді, бір жерде жұмыс жасайды, бірігіп бір кәсіпорын ашады, бір зауытта істейді. Ұқсамаған адамдар баяғыдағы заман емес, мынау бір мұсылман елі, мынау бір христиан елі, мұсылман елі мен христиан елі тұтасымен ел ретінде, ұлт ретінде жауласатын заман кетіп қалды. Мынау үлкен глобализацияланған бір заман болды. Сондықтан адамдар ендігәрі өткен замандағы кекпен өмір сүрсе, ол оң емес. Хаким Абайдың өзі айтты емес пе? Адамды сүй деген жоқ па? Сондықтан біз ешкімге дінімізді мәжбүрлеп таң алмаймыз. Пайғамбарымыздың өзіне жаңағы Алладан түскен уақит айтады емес пе? Кімнің жүзін өзімізге бұру біздің дәргейіміздегі шаруа дейді ғой. Менің енді жаңылмасам бір айтқанымда, бір естігенімде, ол кісі өзінің бір дінді қабылдамаған бір жақыныма туысы қатты уайымдаған кезде пайғамбардан сондай уақит түсті деп естігемін. Қате болса білетіндер дұрыстар. Демек, пайғамбардың өзіне қайта-қайта ескертеді. Сен тек ескертушісің, ал кімнің жүзін жаратушыға қарай бұрады, тек Алланың дәргейіндегі шаруа дейді. Бұндай әңгімені
Нұқтың баласы Нұқтың кемесіне кірмей, Нұқ алейкум ассалам, әй ұлым кемеге кір деп Нұқ зарлап тұрып айтқан кезде, әй Нұқ, ол сенің балаң емес, шайтанның баласы деп айтыпты деп аталарымыз айтады. Демек, кім қай жолды ұстанады, ол соның ниетіне, ындынына, тағдырына және жаратушының бұйрығына, қалауына сай болады. Сондықтан мынау ұлттар ара, қауымдар ара, діндер ара өшпенділікті дәріптейтін бұндай әңгімелер дәл біздің осы заманымызға сай келмейді. Себебі сен мұсылман болсаң, мүмкін көршің христиан. Сен мұсылман болсаң, мүмкін сені емдейтін дәрігер христиан. Сен мұсылман болсаң, мүмкін сенің балаңның мұғалімі, ұстазы христиан. Қысқасы, бүкіл адам баласы қазір бұрынғы замандардан мүлде бөлек бір таңғажайып жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Бұрынғы заманда ұрпақтардың азғындауынан сақтану үшін, ұлттық, мемлекеттік немесе діндік сипатты қатты сақтау үшін басқалармен арақатынасты соншалықты деңгейде ұстарамен тілгендей айыру керек болған шығар. Бірақ дәл қазір сол бізге үйлесе ме? Біз қашанғы айналамызға өшпенділікпен қараймыз. Ұп-ұқсас бір дінді ұстанатын, бір тілде сөйлейтін, аға бауыр дерлік, бірімен бірі аудармасы түсінетін орыс пен украин не болып жатыр. Ал діні ислам делінетін, бірақ исламның ішіндегі шиға, адасқан делінетін шиға бағытын ұстанатын Иран менен православ орыс ағамен бауырдан жақын болып, бірінің аузын бірі жалап, бірімен бірі одақ болып отырған жоқ па? Бұрын буддист, кейін коммунист болған Қытай мен орыс одақ болып отырған жоқ па? Сондықтан бұл жерде дін, анау мынау дейтін заттан гөрі идеология дейтін зат әлдеқайда маңыздырақ. Православ немесе коммунист болған орыс пенен шейт мұсылман болған Иранда, буддист коммунист болған Қытайды біріктіріп отырған империалистік, отаршылдық, шовинистік, импершілдік, диктатуралық, тирандық жүйе. Олардың ортақтығы осы. Сондықтан олар бірі буддизм, бірі шиға, бірі православ, коммунист болғанына қарамастан, олар бірімен бірі бір әке шешеден туғандай болып отыр. Күні кеше қазақ пен жұңғар қырылысқанда, қазақ пен жұңғар бір тектен тараған бір қауым еді. Бар болғаны жұңғар бұттаның лама бағытында қалды, қазақ хақ дін исламды қабылдады. Аға бауыр бірін бірі қынадай қырған жоқ па? Қазақтың 3-тен 2-сін жұңғар қырып, ал жұңғарды жер бетінен қазақ жойған жоқ па? Енді қара, тарихта Тоқтамыс пенен Ақсақ Темірдің соғысында екеуі де аға бауыр халық емес пе еді? Ал Ақсақ Темір менен мынау Анадолы түріктерінің сұлтаны Баязиттің соғысында да аға бауыр емес пе еді? Әлемді 3-ке бөліп билейтін түріктердің 3 басшысы Тоқтамыс хан, Ақсақ Темір, Баязит сұлтан қырылысып, нәтижесінде біз өзгеге құл болмадық па? Сонда солар бірімен бірі біз аға бауырмыз, қанымызда жақын, дінімізде бір деді ма? Жоқ. Сондықтан бұл арада әрбір кезде, әрбір аталмыш дін ұстаздары, немесе әрбір тарихтың әр кезінде, әр бөлек тәпсірленген заттарды біз осы заманымызға алып келіп, адамдардың ортасында өшпенділік туғызбайық. Өзімізге мықты болайық әрине. Христиандардан үйренетін жеріміз өте көп. Мойындама, жек көрме. Олардың бізден ілім білімі, мына дүнияуи ғылымы, береке бірлігі, мемлекеттік құрылымы артық екені шын. Маған дәлелдеп көрсетші, бір мұсылман мемлекетін демократиялық жүйе орнатқан. Жоқ. Сондықтан қазіргі Батыс Еуропа менен Америкадан 3 билік бірмен бірі бейтарап және тәуелсіз тұратын. Заң шығарушы бөлік, әкімшілік бөлік, атқарушы бөлік, ақпаратта шексіз билік болатын және 4-ші билік ретінде сақталатын. Сот биліктен тәуелсіз болатын. Сөз бостандығына максимал кепілдік берілген батыстық жүйе анығында біздің шариғатымызда айтқан нағыз еркін мемлекет емес пе еді? Адамдардың сөз бостандығы кепілдендірілген, соттың
әділдігі кепілдендірілген сол идеал жүйені осы Еуропа мен Америка орнатып отырған жоқ па? Ойлаңыздаршы. Мен Еуропадан исламды көрдім, бірақ мұсылман жоқ. Ал Арабиядан мұсылманды көрдім, бірақ ислам жоқ деп бір ғұлама айтыпты дегенді естігеніміз бар еді. Неге? Сол Еуропаңыз исламның бүкіл құндылықтарын ұстанып отыр да, бірақ олар мұсылман емес. Ал өзін мұсылманмын дейтін Арабияңызда исламның құндылықтары жоқ дағы, бірақ олар өзін мұсылманбыз дейді. Сондықтан жаңа жылды мен құттықтаймын. Ол менің христиан болып кеткенді білдірмейді. Ол менің бір адамның баласы, бір адам атадан тараған бауырларыма деген құрметім. Бейне Сауд Арабияда, Араб бірлескен әмірлігінде, тағы басқа мұсылман елдерінде бұл мерекені құрметтеп, құттықтап, тіпті ел басшылары, дін ұстаздарына дейін бір-бірін құттықтап жатқанды көреміз. Сондықтан кеше ғана совет кезінде шошқаның етін жеп, арақ ішіп жүргендер бүгін аяқ астынан антихристиандық болып, адамдардың ортасына өшпенділіктің рухын сеппей ақ қойсын. Біз кем дегенде адам ретінде өзара сыйласқанды білейік. Анығында мені соттатқандар кім еді? Өзін мұсылман дейтіндер болады. Менің үстімнен жала жауып, сотқа арыз ұсынған бәленбай жүз адамның, менің үстімнен 3 қылмыстық іс қозғалды. Соның ұзын саны бәленбай жүзге жетеді. Соның ешқайсысы өзін кәпірмін, не христианмын, не буддистпін, не тәңіршімін дейтіндер емес. Бәрі мұсылман еді. Тіпті басына тақия киіп алып, түнде тақажытқа тұрып 30 күн оразасын ұстап, елге ауыз ашар беріп жүретіндері бар. Бірақ солар жаптым жала, жақтым күйе деп, мені 10 жылға соттатып жібере жаздаған жоқ па? Түрменің түбінде шірейтін едім ғой. Ал мені кім құтқарып қалды? Әрине, біріншісі шексіз әлемнің шексіз құдірет иесі, күллі әлемнің жалғыз ғана жаратушысы, күллі ғылымның иесі, бір хикмет иесі Алла құтқарды. Екіншісі, тепсініп тұрып теңдік сұраған қазағым құтқарды. Ең бастысы еуропалық, америкалық, сол жаңағы молдекеңдер өшпенділікке қарай нұсқап жіберетін сол христиандар, еврейлер керек па? Діні католик, тағы басқа мен білмейтін дін ұстанатындар құтқарды. Тіпті мені біріккен ұлттар ұйымында ақтап шыққан адамға мен Вашингтонда рахмет айтайын десем, болды, жарайды, аман шықсаң болды деп отыр. Америка конгресінде мен ақтаған адамдар, конгрестің арнайы шешімін жасатқандарды мен өмірі білмейтін дедім. Тіпті Нобель бейбітшілік сыйлығын беретін Хельсинки комитеті мен туралы арнайы мәлімдеме жасайтынын мен үш ұйықтасам түсімде де көрмеген дедім. Міне, сондықтан мен бұл арада бірінші адам болып ал, адамдықты шегіне жеткіз. Екіншісі мұсылман бол деймін. Адам болмай тұрып, адамгершілік ұстанымдарды ұстанбай тұрып, мұсылманмын деп мұсылмандыққа кір келтірмей қояйық. Екіншісі, ең бастысы, өзгелерге құрметпен қарауды білейік. Әрине, дінді ұстану керекпіз, бала-шағаны тәрбиелеу керекпіз, ұрпаққа бұл дінді мұраға қалдыру керекпіз. Алланың ежелден бар мәңгілік, тең жоқ, ұқсасы жоқ, серігі жоқ екендігін ұрпақтан ұрпаққа түсіндіріп айтып, аманаттап кету керекпіз. Бірақ өзгеге өшпенділікпен қарамауға тиіспіз. Оның айқын дәлелі, бір сахабаға құрбандық шалып, құрбандықтың етін көрші еврейге берем ба дегенде, бірінші содан бастап бер деген. Оның дәлелі мұсылмандар отқа табынатын мәжуси дініндегі мынау парсыны жаулап алған кезде солардың отын өшірмеген. Мұсылмандар еврейлердің синагогасын шақпаған екен. Міне, осы дәлел. Сондықтан мен бұл арада айтамын, өшпенділікті қояйық, өзімізді дамытайық. Адамзаттың қоры сорлысы болып, және өзге дамыған мықты елдерден олардың артықшылығын, ілім, білімін, ғылымын, мемлекеттік құрылымын, демократиясын, заң жүйесін, сот жүйесін, мемлекет басқарудың басқа да артық тетіктерін қабылдағанның орнына оларға өшпенділікпен қарағанды тоқтатайық. Және бірі, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды Мекке мүшриктері қудалаған кезде пайғамбарымыздың жіберген сахабаларын
сол христиан елінің патшасы құтқарып қалған болатын. Сонда мүшриктердің елшісі сол жаңағы сахабаларды христиан патшасының алдында жамандағанда да христиан патшасы сендердің діндеріңде не дейді? Сендердің діндеріңде Иса туралы не айтады? Оның анасы Мариям ана туралы не айтады деп біліп, демек бұлардікі дұрыс деп соларды қорғап қалған. Бұл барлығы дін тарихында айтылады. Айта берсек көп. Мысалы біздің бала күнімізде, мен әлі 5-6 жас кезімде атам жарықтық бізге қытайша сөйлетпейді ғой. Кәпірдің сөзін сөйлесең, кәпір болып кетесің деп қорқытады ғой. Біз шошитынбыз. Сөйтсек ол жарықтық. Ана миллиард халықтың ішінде жүріп, мынау азғантай қазақ Қытай болып кетпесін деп, бізді кәпір болып кетуден сақтандыру үшін қытайша сөйлетпейді. Қытайша ән айтқан балаларға қатты ұрсатын ол заманның ақсақалдары. Сөйтіп олар бізді қазақ және мұсылман қып сақтап қалды. Мүмкін осындай бір қатты тиымдар болмаса, осы кезде біз әлде қашан басқа қауымға айналып кетер ме едік? Әрине, ол сол заманның бір тәсілдері. Бірақ мынау заман, ақпараттық заман, мағруптағына машруқтан көретін заман. Сенің ішіңде ол бар, оның ішінде сен барсың. Өшпенділік емес, араласу керек, білу керек. Кек емес, дос болу керек. Алатынды алу керек, беретінді беру керек. Америка мен Еуропаның өзінде, ақ нәсілді еуропалықтар мен америкалықтардың өзі дінді қабылдап, таза ағылшын, француз, неміс тілдерінде дін уағыздап жүргендері қаншама. Оны бірнеше мәрте Телеграм және WhatsApp каналдарымызға салдық та. Мысалы, Американың өзінде атақты поп бар, хақ дінді қабылдаған. Оның аты Юсуп Эстес. Ал Англияның өзінде 3 жігіт бар, тап-таза Лондон акцентімен, Англия, British Englishпен сөйлейді. Олар да хақ дінді қабылдап, үнемі уағыз айтып жүреді ағылшын тілінде. Тура сондай. Мұсылмандардың ішінен де, мысалы әлемдегі жан саны ең көп мұсылман делінетін Индонезияның өзінде айына жылда бәленбай 100 000 адам христиандықты қабылдап жатады. Ақиқат. Ал жаңағы кәпір деген Қытайыңның өзінде 2000 жылдарда арнайы хан му деген қауым қалыптасқан. Олар хан деген Қытай деген сөз, му деген мұсылманның бірінші қысқартылған иероглифі, хан му деген Қытай мұсылмандары. Қазір Жапонияның өзінде ислам күннен күнге күшейіп, мешіттер құрылып, халал жапонша тамақтар жасалып жатыр. Міне бұл осы заман қоғамның шындығы. Корейдің өзінде де ислам кеңінен тарап жатыр. Латын Американың, анау біз айтатын жаңағы жыныстық, құлдық, есірткі, қару жарақ, былыққан мемлекет, соғыс, жаңағы бюрократия, коррупция әбден жайлаған Латын Американың өзінде, сол Латын Американың сұлу қыздары бастарына орамал салып, әп-әдемі момақан мұсылман қызға айналып жатқандығын желіден көруге болады. Солар испан тілінде, португал тілінде уағыз айтып жүр. Міне, бұл шындық. Әрине, қазақтардан да христиандар пайда болды, Иехова куәгерлері пайда болды, католик қазақтар пайда болды. Мен өз басым тіпті олардан буддист қазақтарды өз көзіммен көргенмін. Міне бұл осы заман, бұл шындық. Кім нені қалайды, өзі біледі. Ештеңкеге зорлық жоқ. Діннің өзінде де айтты, ештеңкеге зорлық жоқ. Дін тек жүректің қалауымен болады. Қайталап тұрып айтам, мен мұсылманмын. Алланың бірлігін, барлығын, пәктігін, хақтығын, ежелден бар мәңгілік, теңі жоқ, ұқсасы жоқ, серігі жоқ екендігін, күллі әлемнің жалғыз ғана жаратушы екендігін аузыммен айтып, жүрегіммен бекіткен мұсылманмын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Жаңа жыл баршамызға жақсылық алып келсін.